Баршаңызға қайырлы күн, дәмді кеңестер каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен Рафаэлло тортын әзірлейтін боламын. Менің каналыма жазылып, видеоның соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Тортымызға қажетті барлық ингредиенттің мөлшерін мен астындағы описанияға жазып өтемін. Бұл торт өте нәзіктігімен ерекшеленеді. Сіздер де үй жағдайында өздеріңіз әзірлеп көрсеңіздер болады. Тортымызға арналған барлық ингредиенттердің бөлме температурасында болғаны маңызды. Ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оны миксердің көмегімен орташа жылдамдықта жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаның үстіне қантымызды біртіндеп қосып, тағы да миксермен жақсылап араластырып, осындай қоймалжың масса шығарып аламыз. Осы сұйық массаның үстіне сұйық майымызды біртіндеп құйып, араластыруды тоқтатпаймыз. Және 3 ас қасық ыстық қайнаған суды суытып, жылы күйінде осы массамызға саламыз. Ұнымыздың үстіне разрыхлителімізді салып, үккіштен өткізу арқылы осы сұйық массамыздың үстіне біртіндеп қосып араластырып аламыз. Бізде осындай қоймалжың сұйық масса шығады. Осы массамызды диаметрі 24 см формамызға бисквитімізді салып, 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Бисквиттің дайын болғанын шпажканың көмегімен көреміз. Егер де таяқшамыз құрғақ болса, бисквитіміз дайын болады. Дайын болған бисквитімізді бөлме температурасында суытып, оның беткі жағын торттың бетін әсемдеу үшін кесіп аламыз. Бисквитімізді екіге бөліп, ортасына пропитка жасаймыз. Пропиткамызды әзірлеу үшін 150 грамм суық сүтке 2 ас қасық кокосовый стружка мен 1 ас қасық қантты қосып араластырып аламыз. Пропиткамызды коржығымыздың бетіне жақсылап жайып құйып шығамыз. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Сливкимізді ыдысымызға салып, ең төменгі жылдамдықта жақсылап араластырамыз. Сливкиміздің үстіне біртіндеп сахарный пудрамызды қосып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Миксеріміздің ең төменгі жылдамдығында араластыру қажет болады. Сливкидің үстіне кокосовый стружка және творожный сырымызды қосып, тағы да ең төменгі жылдамдықта араластырамыз. Сіздер бұл жерде творожный сырды сгущенкамен алмастырсаңыздар да болады. Енді коржымызды жинауға кірісеміз. Коржымыздың үстіне кремімізді салып, барлық шет-шетіне жақсылап жайып аламыз. Үстімізге тортымыздың екінші бөлігін салып, бетіне кремімізді жағып шығамыз. Креміміздің барлығын жағып болғаннан кейін бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осылай әсемдеп алсаңыздар болады. Тортымыздың бетіне коржиктің бетінен кесіп алған бөлігін кремімізге жақсылап араластырып, шарик жасап, осылай бетін әсемдесеңіздер болады. Дайын болған тортымызды холодильникке 3-4 сағат кремі сіңгенше қойып қоямыз. Сіздермен бірге болған Қарлыға дәмді кеңестер каналына рецепт күтсеңіздер, каналыма жазылып, лайк басып, пікір жазыңыздар. Ас болсын.